ертегісін оқимын. Бұл ертегіні тыңдағаннан кейін көз алдымызға елестетіп, сол ертегі бойынша әдемі сурет саламыз. Жарайсыңдар ма? Ал енді ақылды қоян ертегісі. Мұқият тыңдаймыз. Ертеде ешкі жүні бөртеде өте бір бай орман болыпты. Бұл орманның аңдары саудамен айналысыпты. Өте алғыр жануарлар осы орманда жиналыпты. Бұл орманның патшасы әрине арыстан болыпты. Олардың саудалары қалай жүзеге асыпты? Аралдан алынған бал аюларға сатылыпты. Оның құнына ағаш тақтайлар алынып, базардың құнымен сәулетші құндыздарға өткізіліпті. Осылайша бір шама уақыт өткен соң саудалары алға баспай, аралар ақшаны азсынып, аюлар балды сапасыз көріп, құндыздар алған тақтайларын ұнатпайтын болды. Не керек? Орман патшасы арыстан ел жұртқа масқара болмайын деп, әбден ойланып толғанып отырғанда ақылына бір ой келіпті. Үлкен патша одан да жерде отырып, қыздардың тапқан ақшасының жартысын салық етіп, алып отырмаймын ба? Айтқаныма көнбегендерді қырып салайын. Құрсын, енді рахат, тыныш өмір сүретін кез келіпті, депті. Дереу өлкедегі газет, теледидарларға хабар беріп, барлық газет беттерінде, теледидар бағдарламаларында осы хабарды жариялапты. Патшаның заңына бағынбағандар патшаның алдына келіп, жеке есеп беруге мәжбүр болыпты. Сөйтіп тер төгіп тапқан ақшаларының жартысын патшаға тиесілі болыпты. Бұған аңдар не істерін білмей, бір күні сәбіз саудагері қоянның ақылына бір ой келіпті. Салық төлеуге де ең соңынан ол барыпты. Тіпті арыстан қатты ашуланғаннан кейін қимылдапты. Арыстан ақырып, неге кеш келдің? Дегенде қоян, мырзам, жолда келе жатып, орманға жаңадан келген бір арыстанды көрдім. Одан былай салықты соған төлейді екенбіз. Одан жанымды әрең аман сақтап келе жатырмын, дейді. Не деп тұрсың? Дейді қоянға арыстан. Бұл орманда екі патша бола ма? Дереу мен оны көруім керек, алып бар, дейді. Көресіні көрсетейін оған, деп арыстан қатты ашуланады. Мырзам, тағы бір мәселе бар. Әлгі арыстан құдды сіз сияқты күшті, қуатты, ірі денелі. Оның үстіне патшаларыңа айта бар, маған қарсы шықпасын, деді. Бұл сөздер арыстанның ашуын келтіріп, қоянды алдына сала отырып, айтқан жеріне келіпті. Сөйтсе, ол жерде бір құдық бар екен. Қоян әлгі арыстанның сарайының есігін осыған. Сарайының есігі осы, депті. Ашудан көзі аларған арыстан құдықтың басына келіп, мықты болсаң шық, деп айқайлайды. Құдық өте терең болғандықтан арыстанның даусы көзіне жаңғырып келіп, тағы да құдықтың ішіне үңіледі. Арыстан, болсаң шық, кімнің күшті екенін білейік, деп арыстан тағы ашуланады. Тағы да дәл сол дауыс өзіне қайтып естіледі. Оған қатты ашуланып тұрғанда, судан өз бейнесін көрген арыстан құдықтың ішіне секіріп, су түбіне кетті. Осылайша өз жазасын көріпті. Ал қалған ақылды қоян астарын білдіріп, сый-сияпаттарын беріпті. Ал енді балдар, осылай қоянның, арыстанның және құдыққа қарап тұрған арыстанның, аюдың суретін қалаңыз.